Ассалаумағалейкум, автокөлік сүйер қауым. Бүгін базардың бағасын біліп қайтайық. Ауа райы кішкене бұлтты болып тұр. Бірақ соған қарамастан көліктің бағасын біліп қайтуға ниеттеніп отырмын. Покрашенный. Краскасын жақсы жағыпты. жылғы 2.5 автомат 3.100.000 деп тұр. Торг дейді. Бұлай енді состояниясы кузов жағынан енді әңгіме жоқ. Покрашенный жақсы істеген. Бірақ мотор жағын білмейміз. 3.100.000-ге Subaru Legacy 96 жылға қымбат емес па? Комментарий жазып кеттіңіздер ағайындар. BMW жылға механика 3 миллион дейді. Состояниясы средний по кузову. Сыртқысы бойынша вроде бәрі дұрыс сияқты. Қырсырды ғана ма? Ходовкасы, резинасы бәрі жап жаңа. Сыртында критический ештеңе жоқ. Просто андай көртісі кішкенде мелкий. Өзіңізге полный покрас көрсеңіз идеально болады. Кожаный салон. Бұлай іші бәрі тап-таза. Құп тұстаған сияқты. Ол жағында жыртылған, енді водительский ол бүкіл машинаның ауырлығы. Жыртылуы. Мынандай. Жалпы көліктің егесі ходовка жағы бәрі зың деп тұр. 4 резина. Жап жаңа қыстық резина тұр. Дөңгелектер. Базар қызуда болып жатыр, күн суыққа қарамай. Халық жайлап жиналып жатыр. Көліктер келіп жатыр. Адамдар келіп жатыр. Дегендей. Бұлтқа, жаңбырға қарамайды екен адамдар. Subaru. Subaru. Тоқсан сегізінші жылғы турбо дейді, турбина 3.500.000 деп тұр. Состояниясы кузов жағынан орташа. Уағалейкум ассалам, бауырым. Иә. Қалай? Ходовкасы жағынан қалай? Зор ма? Салондары бәрі таза. Ходовкасы бәрі жақсы деп тұр. Subaru деген жалпы жақсы машина, негізі алсаңыздар өкінбейсіздер. 4 дөңгелегі тартады. Номерін көрсеттім жаңа. Турбинасы бар. Осы номерге хабарласыңыздар, аламын десеңіздер. Алматыдан ба? Машина. Алматыдан.
былай состояниясы жақсы. Hyundai Accent hatchback. Eskilер әдемі. Сырты жақсы, жаман емес. 5 миллион 400 бағасы. Торг будет 14 года. Төртке берем дейді, 14-ші Газ, жылы. бензин. Да. Газ, бензин. Газ, бензин. И в этом, в интернете можете посмотреть, они дорогие. Ага. Салоны таза. Іші былай таза сияқты. Темекінің шоғы екіншіге жабыспаған. Темекі күймеген. Жалпы осы 4 миллионға береміз дейді, 14-ші жылғы Hyundai Accent hatchback. 14-ші жылғы 4 миллионға арзан ба деп ойлап тұрмын негізі. Бағасы арзандау сияқты. Қалай ойлайсыздар? Комментарияға жазып кетіңіздер. 1.6 объем. Volkswagen Golf. $850 мың, 93-ші жылғы 1.6 механика. Сыртына ремонт керегін кішкене. Nissan. Тоқсан жеті үш объем. Коробка автомат. 3 миллион 500 мың сұрап отырған газ, бензин. Mazda. Шишмауш. Екі объем автомат 2002 жылғы. 2 миллион 200 сұрап отыр. Состояниясы средний. Mercedes Luparik. Mercedes Luparik. Кузовы былай среднийдан төмен деп айтса болады. Сәл-пәл ремонт керек болады. Mercedes 96 жылғы. Привозной автомат 2-ден 400. Део Матиз 2012 автомат 1 миллион 700. Кузовы орташа. Шаман тететін жерлері бар екен кішкене. Сырт жағынан кузовынан. Титанк емес, обычный диск.
Honda Odyssey. Состояниесі жақсы деп айта алмаймын, енді былай средний болады. Шірігі жоқ кузовында. Honda Odyssey 2001 жылғы 3 куб газ бензин 4 миллион 100 сұрап. Ассалаумағалейкум. Мерседес кузовы жағдайы жақсы сырда. Болмайды. Покраска жасалған ғой бұл. Кузовы жақсы, покраска жасалған, шірігі жоқ. Зимний резинамен тұр. Кожаный салон. Салонында іші жағдайы жақсы. Салонның ішінің жағдайы жақсы. Обычно анау перетяжка жасаған ба, бірақ анау водительский жағын жөндеген ғой, перетяжка жасапты да. Обычно водительский жақтан бүйірінен жыртылатын еді, әдеті ғой машинаның. Бірақ ауысқанын көрініп тұр. Машинаға қарайтын кісі сияқты. Европолик. Комментарияға жазып кетіңіздер. 3 миллион 100-ге стоит па бұндай машина, стоит емес па? Қанша дегенменде ескі машина жылы. Бірақ күтіп қараған сияқты. Bana gazeteydi de. Камри. 308 сұрап тұр. Сыртын кузовы жағдайы жақсы. Шірек жоқ сияқты. Коробка автомат. Honda Accent 2011 1.6 автомат 202 пробты. Бағанағы Honda Accent'ке қарағанда хэтчбекке бағасы қымбаттау, ана 4 миллион сұрап тұр 14 жылға. Салон таптаза, шірік жоқ, күтіп айдағаны көрініп тұр.
Мерс 98-94 жылғы 2 миллион. Автомат. Водительский жағынан обычно жыртылып болатын еді, мына жағы сау болғанда тоже жыртылмаған, ауыстырған ба. Кузов жағына келсек, состояние средний былай, шірік көрінбейді. Жалпы бояу жағы, светі жақсы. Toyota Windom 2.5. Сыртта жағдайы шірік жоқ. Бағасын білмейміз, жазбаған, хозяин жоқ. Toyota Corolla. Состояниясы кузов бойынша жақсы. Гибрид вариатор 11 миллион. Жақта Қытайдың машиналары келіп қапты. 2023 жылы. Қытайлар тұр. Қытайлар келіп өзінің машинасын сатып жатыр. Мынаны BMW-ға имитация жасаған сияқты. 对，因为我们这档子，我们在新疆，我们这个地方。 1.5 механика. Задний ведущий 8 миллион 700. Жап-жаңа машина. Грузовой ғой. Екі мың 23 1.5 механики 7 миллион 600. Не машина, на көлік. Аты жоқ, ұсынысы деген. Қытай ғой, не болса да. Toyota Camry. Кузовы былай орташа. Шірік жоқ. Mercedes
Мерс 2008 коробка автомат 8 миллион. Салона кожа. Есік жабық тұр. Салон таза сияқты. Мына жерінде кішкене ойығы бар екен. В целом сыртында шірігі жоқ. Дисклері өзінің родной дискісі. ML63 AMG Mercedes. Chevrolet Aveo. Жағдай жақсы кузовының. Екі мың 1.4 механика 2008 сұрап. Екі мың 3.2 5.5 сұрап тұр. Коробка автомат. Кожа, рожа, все дела дейді ғой. Осы айтқанда. Жағдайы жақсы. Мотор шепчет. Жақсы машина. Шірігі жоқ сыртында. Пробег ищи. Шірігі жоқ кузовы. Состояние жақсы. Volkswagen Gol. Кузов жағынан жағдайы жақсы. 2000 жылғы автомат. Япошка 2 литр. Бағасы 2 миллион 750. Салон таза, жақсы. Европолик. Kia. Кузов жағынан жағдайы жақсы, шірігі жоқ. Kia Rio 2014 жылғы 1.6 автомат.
салоны үйлер 5300 сұрап тұр. Бай жағдай жаман емес. Лехабай 4 миллион 699 жылға. Жағдайы жақсы сыртының. Коробка автомат. Салоны таза. Кожаный салон. Мына жағы жыртылмаған. Лехабай RX 300. Қорабы жақсы, сыртының шірігі жоқ, сарылған-мырылған тыртықтары жоқ. Коробка автомат, салоны таза жақсы, жағдайы жоқ. Екі мың екінші жылғы үш көпті. 6 миллион. 6 миллион сұрап. 17-ші регион. Kia Optima. Қорабын жағдайы жақсы, шірігі жоқ, сарылған тыртық-мыртық. Ондай жоқ. Жылын сұраймыз. Ассаламуалейкум. Нешінші жылға? Қай жылға? 19. 19 жыл ма? Неше сұрап отырсыз? 10 сұрап. 10 сұрап отырсыз. Жағдайы жақсы. Таза, бәрі жақсы. Жаңа машинаның аты жаңа ғой. БХ. Семерка. Сыртқы қорабының жағдайы жақсы. Шірік жоқ, тыртық-мыртық жоқ. Состояниясы қорабының жақсы сияқты. Екі мың сегізінші жылғы 4 объем. $9 миллион бағасы. Кожаный салон. Іші таза жақсы. Toyota Camry. Сыртқы қорабының жағдайы жақсы, шірігі жоқ, тыртық. Екі мың 13. 9 миллион 700 сұрап тұр. Келісім бар дейді. Салон таза, жақсы.
Hyundai Palisade. Жағдайы жақсы. Үште 8 объем. Қай жылғы? 2021. 2021. Салоны тап-таза. Айбат. Неше сұрап отырсыз? 24 сұрап отырмын. 24. Жақсы машина. Иншалла міне бұйырып жатса әр қазағыма бұйырсын осындай көлік. Алла разы болсын. Hyundai'ды көрейік. Hyundai Avante дейді. 21 жылғы автомат. Кожаный салон дейді. 12 миллион сұрап жатыр. Жағдайы жақсы. Жаңа машина болған соң. Жағдайы жаман болған. Жақсы болады ғой. Жағдайы жақсы. Мына тағы да бір Palisade тұр. Hyundai. Примерно бағасын білдік. Банағыдай баға болады ғой бұлда. Он 2,2 объем, 18 миллион 500 сұрап тұр. Chevrolet Spark. Қорабының жағдайы жақсы. Шірек жоқ. Сызық тыртық жоқ. 2022 жылғы бір объем коробка автомат. 6 миллион 900. Toyota 2014 жылғы 2.5 автомат 11 миллион 700. Кожаный салон. Шанжан Қытай автокөлігі.
2021 10.800 тұрып автомат. Салонға жақсы. Кожный салон. 20 күн ғана болды келгенде. 20 күн болды ма? Салонға өте әдемі. Коробка робот қой, Автомат. Автомат па? Екі турбина. Автомат па? Роботтарда болатын не деген? Иә, 2D 3D форматта полный. Голосовой режим барлығы бар, сөйлесіп отыра бересің машинамен. Қожанға не керек бәрі бар ғой. Салон арт жағынан енді. Жүре Панорамный крыша дейді ғой. Жақсы, әйбет. Сонында. Номер бәрі жазылып тұрсын. Жазып қойдым. Алла разы болсын. Ого, мынау не тұрыс. Шанган дейді. Кроссовер. Электромобиль ғой. $16 миллион 500. Тоқпен қуатталып жүреді. Салонын көре алмаймыз. Есігі жабық тұр. Мінекей тағы да бір Қытайдың автокөлігі. FAF деп аталады бұл. Бұл да электромобиль дейді. $6 миллион 900 бірде. Jetour.
Говорится, эти были, которые они сюда подходили, смотрели, Бағасын ешеңкесін жазбаған екен. Жағдайы жақсы. Екі мың бес үшті екі объемы 6 миллион 200 сұрап тұр. Салоны жақсы, қорабы да кузовы да жақсы. Сыртында тыртығы жоқ, шірігі жоқ, мажылған, ұрылған емес. Volkswagen Touareg ақ түсті. Camry 2002 жылғы 2.4 автомат 6 миллион 900 тұр. Үшін Camry'лер жиналып қапты. Мені түсірме дейді мына кісі. Touareg Camry'дің бәрі осы жерде тұрған сияқты ғой, бір жерге жиналып алған ба, келісіп алған ба, сондай бір нәрсе ғой өзі. 2003 жылғы 3.2 объем автомат 6 миллион 100.